Қожа Насырдың бір ақшасы болмай қалған ғой. Соны әйеліне айтып, біз тегі жарымадық депті. Сөйтсе әйел айтты, ерте тұрып базарға бар депті. Үйде кішкене қалған ақша бар, соны алсаң Құдай береке береді деп ерте жіберіпті. Сон сен күйеуім аңқау дегеннен есіме түседі. Аңқау ғой бақсы Қожа Насыр, бүйтіп аузын ашып базарда жүрсе, мына қалтасынан біреу ақшасын ұрлап алыпты. Соның бар ақша өзі сол бітіпті. Настроениесі вообще түсіп, үйге кепті. Үйге келсе әйелін өстіп, яғни сенің кінәлісің. Біз әйел кінәлі ғой бәріне. Әйел сен кінәлісің осыған деген ғой. Сөйтсе, әйел ақылды ғой. Дана, сабырлы, тұрып айтты, Қожеке, сен айттың ерте тұр десең, ерте тұрғанға Құдай береді дедің, бермеді ғой деген екен. Сөйтсе айтты, значит, сенен де ерте тұрған біреу бар. Құдай соған берді депті. Құдай соған берді деген екен. Сол сияқты Құдай беруші. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір асы артық дейді қазақта.